Hürmetli joldaşlar, көп сөзді соза бермеймін, мен бір өлең айтып жіберейін. Өлең айтқанда бір тақпақ айтып жіберейін мен сіздерге. Мынау марқұм Шәмші Қалдаяқовтан естіген бір-екі ауыз әңгімеміз бар еді. Осы мынау балдардың 40 жасқа келгеніне байланысты соның бір-екі шумағын айтып жіберейін. Ореге. Қаяқта оредіңіз сонда айтқан екен жаңағы Шәке көшіп жатыр, ауылым қонып жатыр, қай айтқаны пәнданың болып жатыр, қырқасына 40-тың келіп қалды, арман деген кеудеде толып жатыр деген екен. Шәкең айтқан екен. Қам сүт іштік анадан піскен емес, таудан үлкен күнәміз кішкен емес, тағы сондай күнәміз болса дағы кешем десе Аллаға іштен емес деген екен. Сол айтпақшы мынау кім? Нағашбек, мына Мұқағали Мақатаевтың сөзімен айтқанда жаңағы шашымдың санап әрағын, таңырқай берме қарағым, санаулы болып әрағым, 40-тан асып барамын деген екен. 30-дан асып барамын. Сол айтпақшы, бақытты болыңдар, мынау көптің көңілін таптыңдар, мынау өсіріп отқан ұл-қыздарыңыздың тойы осы тойға жалғаса берсін. Сіздерге зор денсаулық тілеймін сол үшін. Бұл қол шапалақ, құрметті қонақтар. Thank you.